The way you talk to me, saying you can talk to me however you like. Қайырлы таң, несте достар. Мен ерте тұрып алдым. Бізде қазір сағат 6. Мен қазір ерте тұруымның себебі, біз бүгін қыдырамыз көп жерлерге. Соның бәрін көрсету үшін мен ерте тұрдым. Мен қазір ванна қабылдаймын, одан кейін уход деген сияқты заттар. Ал сіздер бар қызықты жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қойыңыздар, ал біз бастаймыз. Ал енді достар, мен ванна қабылдаймын. Мінекей достар, біз қазір таңғы асымызды ішіп отырмыз. Мен өзіме осындай шай және де осындай фрукты кесіп алдым. Ал менің күйеуім сосиска және жұмыртқа және де қияр. Және шай, конечно. Ал бізге ас болсын. Прикинь, менде 15 000 подписчик. Не? Я 15 000 подписчик болып кетіпті уже. Уже ма? Қалай 5 000 подписчик қосылып кеткен? Бұл қайта керемет емес пе? Жақында уже 20 000 болады. Сол кезде сенің түріңді көрсетіп, екеуміз бірге видеолар түсіреміз. Сен шын айтып тұрсың ба? Әкелші телефонды. Міне қара. Ужас, кеше ғана 10 000 деп едің ғой? Қалай қосылып жатыр мына бәрі? Менің шетелдегі өмірге қызығып бәрі тіркеліп алған ғой? Қойшы, қайта жақсы емес пе? Әкелші телефонды. Мен түсіргім келмейді ештеңке. В смысле түсірмейсің? Сен түсіресің менімен бірге. Мен подписчиктерге айтып қойдым, значит түсіресің, болды. Онда айт 30 000 подписчик кезінде ғана де. Әйтпесе мен түсірмеймін 20 000-ға. Жүда, сенің түрің біреуге керек дейсің ба? Әшейін тіркеліп жатыр, олар сен үшін тіркеліп жатыр дейсің ба? Олар мына жақтағы өмірге қызығып тіркеліп жатыр. Сенің түріңді кім көргісі келіп тұр? Айта салам, онда түсіргісі келмейді деп, көрмей қойыңыздар деп. Я, солай айтшы. Осы жұрттарды қарап жатсаң, барлықтары күйеулерімен бірге түсіріп жүрсе, мынау жүреді өмір, түсірме деп. Айтпақшы жан. Жүгір, бас, теп. Не болды, айтшы тез. Жүгір. Жан, маған қарасайшы. Теп, ат бол тез. Жүгір. Бол тез айтшы. Жүгір. Қарасайшы маған. Ой, ұтылып қалдым. Не болды, айтшы тез. Ойын ойнап отқан не, сен кішкентай бала емессің ғой? Ой, өзім білем, қызық ойын болған соң ойнап отырмын ғой. Айтпақшы жан, мен подписчиктеріме айтып қойып едім, бүгін біз күні бойы қыдырамыз деп. Енді қыдыру керекпіз ғой, ұят болады ғой. Жындысың ба, қайда қыдырамыз? Көп қой қыдыратын жер, сол жердің біреуіне барып қыдырып қайтпаймыз ба? Уақыт жоқ, көріп отырсың ғой не істеп отқанын. Мә, жан, жүрсейші, ойын ойнап отырсың ғой сен ерігіп. Өзің бара берсең, мен не қалсын? Сенсіз қызықсыз. Жаңыз өзім барсам қызық емес қой? Идея. Айтпақшы, мен келсем, егер де сен менің қыдыратын жерге барамыз десең. Қайда барамыз? Стадионға, сол жерде жақында футбол болады екен, сол жерде өте танымал адамдар келеді, сол жерге барайық. Мен футбол көрмейтінді білесің ғой? Мен бармаймын футболға. Одан да торговый центрге барайық, киімдер алайық, массаж жасайтын жерге барайық. Күшті ғой, сол жерге барайық. Бармаймен ол жерге. Ол жерде өңшең қыздар бар ғой, мен не алам ол жерде? Мен футболға көруге барам. Мен торговый центрге барғым келеді. Ал мен стадионға барғым келеді. Торговый центрге барамыз, болды, точка.
Жоқ, стадионға барамыз. Мен стадионға барам, басқа жерге бармайм. Ал мен торговый центрге барғым келеді. Давай онда сен торговый центрге бар, ал мен болсам стадионға барам. Жоқ, мен уже күйеуімен барам деп айтып қойдым ғой. Аузыңда сөз тұрмайды ғой сенің. Идея келді. Қандай? Мен подписчиктерімнен сұрап көрермін. Олар айтқан жерлері жақсы болса, сол жерге барайық. Давай көр. Бірақ та тек қыздар баратын жерге бармаймын. Жарайды. Сәлем, достар. Біз енді қыдыратын жерлерді іздеп отырмыз. Сіздер менің дайрегіме жазып жіберіңіздер, қандай жерлерге барып қыдырса болады. Сол жерлерді мен іздеп көрермін, сол жерге барып қалармын. Так что күтемін. Подписчиктер не деп жаздыр екен? Мына жер жақсы жер сияқты. Мақсат, мынаны қарашы, күшті жер табылыпты. Қандай жер екен ол? Ішінде бәрі бар дейді. Шомылатын жерге шейін бар. Күшті ғой, сояққа барайықшы. Жарайды, барайық, қызық сияқты ғой. Мә, саған қандай әдемі жер мынау. Мә, осы жерге келгеніміз дұрыс болды, иә? Ішінде бәрі бар дейді ғой. Иә, адамдар да көп қойшы. Жүр кеттік онда ішіне кіріп көрейік. Міне достар, сіздердің бір подписчигімнің айтуы бойынша осы жерге келдік. Маған өте қатынап тұр, ішіне кіре салынып тұр. Енді қазір біз өзіміздің очеретімізді күтіп тұрмыз. Мінекей билеттеріңіз. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе, біз 2 билет алайын деп едік. Тоқтаңыз. Сіз ана Инстаграмда түсіретін Айдана деген қызсыз ба? Иә, соның не болды? Мә, сіз біздің кабинетке жүріңізші. Яғни? Кір. Сәлеметсіз бе? Бастық міне келді. Сіздерді Инстаграмнан жиі көріп жүреміз, сіздер өте қазір танымалсыздар. Иә, шынымен ба? Иә. Сосын сіздерге бір ұсынысымыз бар еді. Қандай? Жүріңіздер, отырыңыздар. Егер де сіздер бізге жанама жасап беретін болсаңыздар, онда біз сіздерге билет береміз, тегін билет. Любой нәрсе жасасаңыздар да бәрі тегін болады. Сіз серьезно айтып тұрсыз ба? Бәрін шын айтып тұрмын. Біз өтірік сөйлемейміз. Жанама жасап берсеңіздер болды. Иә, әрине біз ондайға келісеміз. Жарайды, онда мен сторис түсіріп бастай берейін, иә? Иә, бастай беріңіз. Жүріңіздер. Жақсы болды ғой. Мына бір жақсы жаңалық болды ғой. Шынымен ба? Шын айтып тұр ма? Иә, енді біз реклама жасап, ешқандай ақша құртпай. Қандай рахат, иә? Иә, жарайды, онда мен түсірейін. Достар, біз қайда келдік десеңдер, біз осындай бір әдемі жерге келдік. Мен адресін мына жерге тастап кеттім. Мен сіздерге өте бөліскім келіп тұр мына жаңалықпен. Ішін бәрін көрсетейін деп шешем сіздерге. Жүріңіздер, көрсетейін. Мына жерде бізде осындай ресторан десе болады, кафешка десе болады. Өте әдемі, қараңыздар. Розовый, ақ екеуін бірге әдемі жасаған. Енді сіздерге тағы да көрсететін, тағы да өте көп бар, ішінде бәрі бар. Мына жерде бізде осындай массаж бар. Ал ар жағында мынандай кинотеатр бар. Көрдіңіздер ме? Өте әдемі. Бұл ұнамайды десеңіздер, тағы да екінші этажы бар. Бұның ішінде өте көп. Жүріңіздер, көрсетейін. Ал енді екінші этажын көрсетейін. Мына жерде бізде осындай бассейн бар. Мына жерде демалуға болады ғой. Мына жерде еще осындай концерті бар. Осындай гитарада ойнап жатыр. Ал мына жерде болса бізде осындай спортзал. Қазір әрине кеш болғаннан кейін бұл жасамайды әлі. Ертең таңертең келсеңіздер, өте әдемі, қараңыздар. Осындай заттары бәрі бар. Даже йогаға айналысса болады. Және бұл жерде тағы да осындай бар. Бұл жерде көбінесе ұлдар карта ойнайды, мынандай не ойнайды, не білмеймін. Осындай ойнайды. Ал мына жақта болса бізде клуб, әрине қазір адамдар билеп жатыр. Дауысы өте қатты, сол үшін кеттік. Не достар, келем десеңіздер, келіңіздер, ал бізге күшті отдых болсын. Ой, сөйлемде жағым ауырып кетті. Реклама жыны шықты.
Иә, мә күшті екен ғой мына инстаграмна. Просто так түсірдің да танымал болып кеттің ба? Мә онда мен де түсірем. Көмектесесің ба? Иә, мен де түсіріп көмектесем. Өзіме аккаунт ашып алу керек. Мә күшті болды ғой. Мә саған мені подписчиктер жаман көбейіп жатыр. Менде уже 40 мың болып кетіпті ғой. Мә 40 мың? Иә, мә просто мен шокке болып тұрмын. Біртіндеп реклама түсіп жатыр. Мә ақшаға жасап бер деп жатыр. Мына инстаграм деген жақсы екен, иә? Иә, кеттік оны осыны тойлап демалайық. Жарайды, жүр. Достар, біз тамақ ішіп жатырмыз кафеге. Біз біраз билеттер таңдадық, бірнеше. Бірінші осындай ресторанға, одан кейін біз кинотеатрға кіреміз. Мен одан кинотеатрдан шыққаннан кейін массаж жасауға барам. Ал менің күйеуім болса, жаңағы стадион ба, бір нәрсе әйтеуір ойнайтын, сол жерге барады. Ал енді бізге ас болсын. Біз тамақта осындай жеп жатырмыз. Менде осындай қарбыз, ішінде фрукты, одан кейін осындай мороженое. Күйеуім мороженое жеп жатыр, ал мен болсам осындай бір коктейль ма, сондай. Мына жерде еще фрукты, күйеуімде тоже бір нәрсе. Ал бізге ас болсын. Достар, өте дәмді, сіздерге советую осы жерге келгенге. Ал енді осындай ішемін мен. Достар, біз кинотеатрға келдік. Бізде қазір адамдар өте көп. Кино әлі басталмады, біз орнымызға отырып жайғасайық. Достар, бізде қазір кино басталып қалады, ал біз жегенге осындай, мен өзіме осындай кола алдым, ал күйеуім өзіне пепси алды, одан кейін чипсы, мынау алып жейміз қазір. Не, достар, бізде кино басталды, осындай балықтар жайлы. Ал достар, бізде кино бітті, енді мен қазір массаж жасауға келдім. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, жүріңіз киініп алыңыз, ана. Ал енді маған массаж жасайды. Өте кайф екен, достар. Достар, бүгінгі күн маған өте қатты ұнады, өте ерекше күн болды. Жаңағы массажды мен просто айта алмаймын, мен ұйықтап қалдым қазір, мен қатты ұйқым келіп тұр. Массаж просто кайф болды. Бағасы да өте тиімді. Мен енді күнде массаж жасауға баратын шығармын, енді білмеймін. Негізі маған өте қатты ұнады сол массаж. Ал енді мен қазір киімді ауыстырып ұйықтаймын. Мен бірінші қазір тісімді жуып алайын деген ғой. Содан соң обязательно ұйықтаймын. Ал сіздерге де қайырлы түн. Всем пока.